Сәлем достар, химия 7 сынып бойынша ары қарай жалғастырып өтейік. 3-ші тоқсанға салыстырмалы атомдық масса және қарапайым формула бөлімі бойынша жиынтық бағалауды талдап кетеміз. Тапсырма 1. Хлордың табиғатта екі изотопы белгілі. Массалық номер 35 және 37-ге тең. Хлор изотоптарының табиғатта таралуы сәйкесінше 75% және 25%. Енді сұрақ, хлордың атомдық массасы 35,45 себебін түсіндіріңіз дейді. Хлордың массасы дәл осы санға тең болып тұрған себеп галогендер тобына жатады. Молекуласы 2 атомнан тұрады, өте өткір иісті, жасыл түсті улы газ. Хлор көптеген органикалық қосылыстармен де әрекеттесе береді. Хлордың атомдық массасы 35,45 екенін есептеулер арқылы дәлелдеңіз дейді. Мысалмен былай есеп жазып кеттім. X деп алайық. 37 жаңағы бірінші құрылымы, одан 35,45 алсақ, 1,55 екеуінің разницасы шықты. Енді бұл 35,45-тен 35-ті аламыз, онда 0,45 шығады. Сонда бұл екен қоссаңыз 2-ге тең, жаңа айтып өткендей 2-ге тең. Енді оны пропорция арқылы шығарамыз. 2 100-ге 100% болса, 1,55 бізде x болады, және бұл қанша процентке тең? 77-те 5%. Жаңа жоғарыда айтылған процентке сай болып тұр. Дәл сол сияқты хлордың 35 екі изотопы бар. Осыны жазып кетсеңіздер болады. Атомдық қатынастары 1,2 болатын оттек пен натрийдің түзілетін қосылыстардың молекулалық формуласын жазыңыз дейді. Натрий 2, оттек 1 болу керек. Демек, бұл бізде оксид натрия. Натрий 2O. Үшінші сұрақ, құмның қарапайым формуласы силициум 2. Салыстырмалы молекулалық массасын есептеңіз. МР-ді қалай табамыз? Менделеевтің периодтық кестесі бойынша силициум бізде 28-ге тең. Қосамыз кислород 16, көбейтеміз оның индексіне. Жауап болады 60 грамм на моль. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған химия онлайн арнасы. Мен Назерке Әлбекқызы. Пока-пока.